Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын және алда келатқан жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіретін, қонақтарыңызға ұнайтын осындай бауырдан әдемі торт жасайтын боламыз. Соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге бауырымыз керек. Бауырдың мен жарты килограммын алдым. Осы бауырымызды тазалап жуып аламыз. Одан кейін барып осында сыртында тұратын клёнкілерін және ішіндегі керек емес заттарды осында барлығын алып тастайтын боламыз. Клёнкісін міндетті түрде алу керек, өйткені клёнкісі жаман дәм беретін болады. Сол себепті барлық керек емес заттарын тазалап, әдемілеп, майдалап турап аламыз. Бауырымызды осылай майдалап турап алдық. Енді бауырымызды мен осында блендердің көмегімен езетін боламын. Пюре сияқтап жасап беретін болады, әдемілеп. Сіз өз қалауыңызша басқа нәрсемен, месірөкмен, погружной блендермен езсеңіздер болады. Үстіне сүтіміздің жартысын құйып, жақсылап езіп майдалап аламыз. Блендердің жақ іштері осындайда әдемі ғып бір келгі пюре ғып жасап беретін болады. Езілген бауырдың үстіне жаңа қалған сүтімізді құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де үстіне 3 ас қасық ұнымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де осының үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы да жақсы араластырып аламыз. Бір келкі етеміз, ұндардың түйіршіктері қалмау керек. Енді тапамызды отқа қойып қыздырып аламыз. Үстіне кішкене ғана сұйық май құйып жібереміз. Және де осындай бауырымызды құятын боламыз. Мінекей осындай дөп дөңгелек әдем болып құйылады. Өз сұйықтығы әдем болып тұрады. Блинчик сияқты пісіріп алатын боламыз. Бір беті піскеннен кейін екінші жағына аударатын боламыз. Отын қатты ыстық қылмаймыз. Отымызды қатты ыстықтан одан кейінгісіне, яғни сәл төмендеуіне қоятын боламыз. Осылайша бір беті піскеннен кейін екінші бетін аударып алатын боламыз. Екінші беті бірінші бетінен қарағанда тез піседі. Үстіне кішкене бас жіберсеңіздер де болады. Осылайша барлық бауырды блинчик тәріздес етіп пісіріп аламыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен пияз бен сәбізді алдым. Бір-біреуден алдым. Негізінде бұдан көп 2 немесе 3 алу керек екен, жарты килолық бауырға. Мен аз қылып алдым, сондықтан салмам кішкене азайып қалды. Сіздер 2 немесе 3-ден алып, жақсылап майдалап турап алыңыздар. Пияз бен сәбізді майдалап турап алғаннан кейін тапамызды отқа қоямыз, үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып, қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, бетін жауып, пісіретін боламыз. Піскен салмамызды басқа ыдысқа сап қоямыз, сонда тез суитын болады. Енді тортымыздың арасына жағатын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін чесногымызды майдалап турап аламыз. Туралған чесногымызды бір ыдысқа салып, үстіне майонезімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің бауырдан пісірген корждарымыз дайын болды. Осындай әдем болып пісті, жұп-жұқа, өте жұмсақ болып пісті. Және іш жері қатып қалмайды. Осылайша енді тортымызды жинайтын боламыз. Ең әуелі бірінші бір коржымызды қоямыз. Оның үстіне салмамызды жағатын боламыз. Барлық жеріне толық жағып шығамыз. Оның үстіне екінші коржымызды құйып, енді бұл жерге соусын жағамыз. Айнала шеттеріне толық тигізіп жағып шығатын. Қалғанын осылай кезектестіріп, салмасын және одан кейінгісіне соусын жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Осылайша майонезімізді барлық жеріне толығымен жан-жақты бәріне жағып шығатын боламыз. Мен бетін сәндеу үшін осында укропты қолдандым. Майдалап турап аламыз. Өз қалауыңызша басқа да көкөністерді қолдансаңыздар болады. Бетіне помидормен, черри помидормен және де
жұмыртқаны қайнатып теркіден өткізіпсің десеңіздер де болады. Мінекей осылай мен укропты айнала шетіне сеуіп шықтым. Мінекей бізде осындай әдемі, өте дәмді болып шығатын бауырдан тортымыз дайын болды. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Каналыма жазылып кетіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.